65 абсолют. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сабақтың басында үй тапсырмасын сұрау үшін, одан сабақтың сонында сабақты тақырыпты бекіту үшін қолдануға өте тиімді платформалардың бірі бұл EducaPlay платформасы. Бұл платформаны қалай қолданатынын, қалай тапсырма орындайтынын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Әріптестер, осы ойынды ойнау үшін біз кез келген жаққа Яндекске болсын, Google болсын, EducaPlay платформа жазамыз. Сол кезде ең алғашқы EducaPlay бірінші шығады. Соның ішіне кіреміз. Осының ішіне кіргеннен кейін бұл жақта барлық ағылшынша шығады. Өздеріңізде не болса, прямо аударады орысшаға, перевод қойасыздар. Соның ішінен Вайти деген батырманы басамыз. Вайти батырмасын басқаннан кейін зарегистрироваться бесплатно дегенді басасыздар. Осы арқылы кіресіздер. Егер тіркеліп қойған болсаңыздар, Вайти через Google деген бассаңыздар, сразу кіреді. Осыны басамыз. Осының ішінен Вайти через Google дегенді бассақ, өзіміздің неміз арқылы тіркелуге болады. Жаңағы Gmail аккаунтымыз арқылы. Менікі тіркелгендіктен менікі сразу кіріп кетті. Осының ішінен мысалы бағанағы біздегі ойын. Осыны ойнап көрсетейін. Начать деп басатын болсақ. Яғни ойын шығады. Мысалы сұрақ мына жақта беріледі. Сұрақ бізде 15-ші ғасырдың 20-70-ші жылдары Керей мен Жәнібек хандарға қосылған адам саны дейді. Бұл жақта дұрыс жауап 200 болады. Осыны белгілейді. Сол кезде бақа сол жаққа секіреді. Егер де дұрыс емес белгілеген жағдайда, мысалы мына сұрақтың жауабы Мұхаммед Хайдар Дулати болды. Біз Әл-Марвазиді белгілесек, ол суға батып кетеді. Яғни бұл жерде мүмкіндік саны, мысалы мына жақта жизнь көрсетіліп тұр бізде. Көретін болсақ, 2 жизніміз қалды. Мысалы Алашахан кесенесі қаяқта орналасқан, Қаракеңгір өзені бойында деген белгілейміз. Одан кейін эпостық жыр Қобыланды. Сөйтіп сұрақтарға жауап берген сайын ары қарай өте береміз. Қаратау. Қазақ хандығы құрылды 65-66 жылдар. Одан кейін мысалы мынандай сұрақтар қойылды. Қай мемлекеттің территориясы? Мысалы апаратын болсақ, мына жақта бізде мемлекеттің территориясы берілген. Картадан біз атын өшіріп тастадық, осыны табу керек. Варианттардың ішінде Қазақ хандығы, Моғолстан, Ақ-Орда. Дұрыс белгілесе, ары қарай өтеді. Яғни сөйтіп оқушыларға ойнатуға болады. Ол сабақтың соңында қолдануға өте тиімді әдістердің бірі, бекіту мақсатында. Енді біз осыны қалай құрастырамыз? Новое задание деген басамыз. Осының ішіне біз таңдаймыз. Мысалы, жаңағы қазір біз тапсырған бұл лягушка ойыны. Осының ішінен құрастырамыз. Яғни бізде құрастыру үшін вопрос дейді, осы жаққа сұрақ жазылады. Бір сұрақты алып, мысалы Қасым ханның билігі жүрген жоқ кімдерге деген сұрақ, осыны алып шыққа ставить етейік. Яғни кез келген тестті орындауға болады. Мына жаққа дұрыс жауабын жазамыз. Қырғыздарға жүрген жоқ, одан көшпелі өзбектерге. Одан кейін кез келген наймандарға деп белгілейік. Мысалы, бірінші сұрағымыз кетті. Енді келесі сұрақты қосу үшін біз добавить вопрос деген бар. Соны басамыз. Екінші сұрақ. Екінші сұрақты қою үшін жаңағыдай тура солай сұрағымызды жазамыз. Енді сұрақты жазып отыру ұзақ болғандықтан мен дайындап алдым. Копировать ставить етіп қоя саламын. Мұхаммед Хайдар Дулати біріншісіне қояқ. Бұл дұрыс жауап Мұхаммед Шайбани деген. Енді қазір оны реттейміз. Мысалы, мына жақта Әмір Темірге дұрыс жауап деп, мына жақта дұрыс жауап осы. Егер де бұл жақтан қателесіп кетсеңіздер, мына X-ті өзін қайсы дұрыс жауап, соны 2 рет бассаңыздар, ол өзгереді. Дұрыс жауап, яғни осы болып өзгереді. Добавить вопрос деп келесін қосамыз. Енді бұл жерде тек қана
сурет тек қана жазу емес, сонымен қоса суреттерді салуға болады. Мысалы, новый файл дейміз да. Жаңағы бізде кез келген картаны осы жаққа қоя салуға болады. Мысалы, мына жаққа картаны қоямыз. Хорошо деп басамыз. Сұрақты жазамыз. Бұл қай мемлекет деп жаза салайық. Яғни картада берілген қай мемлекет екен. Біріншісінде Моғолстан, екіншісі Алахандығы, үшіншісі Ақ Орда. Сол кезде өстіп құрастырылады. Келесі бізде сұрақ дейміз да, келесі сұрақты қосамыз. Добавить вопрос дейміз. Ол жақта енді сұрақты, кез келген сұрақты бүйтіп жазып, одан ответке суреттерді қоюға болады. Ол кез келген суретті қоя салайық, сіздерге түсінікті болу үшін. Осындай сурет қоямыз. Одан кейін келесіге мындай сурет қоямыз. Келесі басқа сурет қоямыз. Осылай суреттерді қойып, мына жаққа мысалы аяқта сұрақта кез келген сұрақта болады. Жетісу деп жазсайық. Жетісу, яғни жетісу жері картадан көрсетілген сияқты болса, осы сұрақ жауап. Міне дұрыс жауабы сол жақта берілген тұр. Енді оны дайындап болғаннан кейін параметрлер деген бар. Сол жаққа кірсек, бұның ішінде бізде количество жизней дейді. Яғни қанша қателесуге мүмкіндік бар. Мысалы 2 деп өзгертіп қояйық, азайтып. Одан кейін время, қанша уақыт береміз бір сұраққа. Бір сұраққа бізде 30 секунд берсек болады енді. Ол сұрақтың қиындығына байланысты. Уақыт секундпен жүреді. Одан кейін информация, яғни бізде орыс тілін таңдаймыз. Титул бұл тақырыбын қоямыз. Мысалы, қазақ хандығы дей салайық. Одан описанияға да тура сол жазамыз. Мысалы, қай сыныптарға арналған, бұл 7-ші сыныпқа деп жазайық. Одан кейін возраст. Мысалы, қанша жастағы балаларға арналған. 12 болуы мүмкін, 10 болуы мүмкін, сөйтіп жаза береміз. Одан кейін область знания дейді. Бұл жақта мысалы тарих болатын болса, тарихты таңдаймыз. История деп тарих таңдайық. Одан кейін мысалы теги деген history, яғни сіздерді іздеген кезде осы арқылы іздейтін болады. Предварительный просмотр деген бар, соны басып, өзіміз бірінші ойнап көрсек болады. Яғни қалай шыққандығын тексеру үшін. Мысалы ойын бар. Мысалы, Қасым ханның билігі жүрген жоқ кімдерге? Қырғыздарға секілді. Одан кейін сыр бойында билік жүргізген бөгет жасаған кім дейді? Мысалы, Мұхаммед Шайбани дұрыс емес беретін болса, онда суға батып кетеді. Дұрыс берсек ары қарай өте береді. Бұл қай мемлекет? Мысалы, картада беріліп тұр. Жаңағы бізде бұл Моғолстан. Ары қарай өтті. Үшінші сұрағымыз, мысалы, жизнь бұл жерде жизніміз азайып жатыр. Көрсеңіздер, жаңа 5 жизнь болған, енді 2 жизнь жасағанбыз. Енді бұл 1-ге түсті. Енді 1 рет қателесетін болсақ, суға батып кетеді. Жетісу деді бағана сұрақта. Жетісу қай жерде бар? Мысалы, картадан көрсеткен сияқты. Сол сұрақтан сұраққа сәйкес сөйтіп, оқушылар ары қарай жеңіске жетіп 12 болады. Бұл оқушыларға ойнау үшін өте қызықты платформалардың бірі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осыны сабақта қолдансаңыздар, сабақтарыңыз қызықты өтеді. Бекіту үшін өте тиімді әдіс болып табылады.